қатты екен, қатты болғандықтан оны балалар құрылысқа пайдаланады екен, қараңдаршы, алуан тастар. Осындай етіп, тасты араластырып, үйдің ірге тасын қалауға пайдаланады. Соңында осындай өзіміздің тұратын әдемі үйіміз салынады. Ал балалар, суреттен не байқап тұрмыз? Жол, Осы қолдарындағы тастан жол да салынады екен балалар. Сонымен қатар балалар, әшекей бұйымдарын жасайтын әдемі асыл тастар да бар екен. Қараңдаршы, қандай әдемі тастар, әшекей бұйымдарын жасайтын. Балақайлар, сендерге тастың қасиеттері мен ерекшеліктері қызықты болса, ендеше өздерің де зерттеу жасап көріңдер. Зерттеу жасап көреміз бе? Ендеше зертханамызға барайық. Енді мен сендерді тастардың қасиеттерімен таныстырайын, балалар. Тас пайдалы қазбаларға жатады. Тастар алуан түрлі болып келеді. Қараңдаршы балалар, үлкені бар, кішкентайы бар, ұсағы бар, ағы бар, қарасы бар дегендей. Балалар, және біздің әшекей бұйымдарын жасайтын әдемі асыл тастарымыз бар. Және балалар, тас су өткізбейді. Тас өз қалпын жоғалтпайды. Және мынау көмір тасымыз, көмір. Бұл көмірді жақсақ бізге жылу береді. Ал мына әшекей тастарымыз, мынау аметист тасы балалар. Әдемі әшекейлік бұйымдар жасайды екен. Осы тастардан балалар зергерлер мынандай әдемі әшекей бұйымдар жасайды. Мына қараңдаршы, аметист тасынан осындай әдемі жүзіктің көзі шықты. Көрдіңдер ме балалар? Осындай тастардан қандай керемет жалтырайтын әшекей бұйымдары шығады екен. Осы тастардан, мінекей, осындай тастардан осындай әдемі қолға тағатын білезігіміз пайда болды. Бұл тастарды өңдеп, тесіп, зергерлер осындай әшекей бұйымдарын жасайды екен. Балалар, біздің күнделікті тамаққа қолданып жүрген ас тұзымыз да осы тастардан шығады екен. Тастарды мінекей алуан түрлігі бар, майда тастар бар. Жаңа өздерің айтып өттіңдер, жол салады дедіңдер, тастардан. Міне осындай ұсақ тастардан жол салуға пайдаланады екен. Ал енді тастарыңды қолдарыңа ұстап көріңдерші, жаңа өздерің даладан ұстап келген тастарыңды. Қандай екен балалар? Мұздай. Жарайсың, дұрыс айтасың, аяулым. Тас салқын екен, салқын болады екен ұстағанда. Өздерің зерттеу жұмысын жасап көріңдер, қызықты ма сендерге? Ендеше мынау пластикалық қақпақтарды суға саламыз, суға салып көріңдер, және Мұхаммед сен қолында тастарды салып көр. Ал, тамаша. Сен аяғым сен де салып көр тастарды. Ал, не байқадық бұдан? Тастан суға батып кетті, ал крышка қақпақта батпайды екен. Жарайсың, өте керемет. Тастар ауыр болғандықтан батып кетеді екен. Балалар, жаңа мен айтып өткендей, тастан су өтпейді дедік. А енді мына алдарындағы суды тамызып зерттеп көріңдер. Су өте ме екен, өтпей ме екен? Шынымен су өтпейді екен. Тамаша. Мұхаммед Али кәні тастық ұрып көреміз, ол қандай екен, қатты ма екен. Таспен жұмыс жасағанда қауіпсіздік ережесін сақтап, көзімізге көзілдіріп келеміз. Ұрып көреміз. Ал, не байқадық? Тас сынбайды екен. Демек, тас Тастай. қатты екен, Кәні, сен не байқадың? Тастан тауып тұрайды екен. Арнайы үлкейткіш құралмен көргенде тастар айнадай жалтырап тұр ма? Жарайсың. Тамаша. Мынау тастар кедір-бұдыр екенін байқадым. Маған жылтырайтын тастар ұнайды. Мұхаммед таразының оң жағына сал, ал мен болса сол жағының таразынан тасты салайын. Сосын екеуміз састырып көреміз. Көрдің бе аяу?
тас ауыр екен. Достар, сіздер де тастарды зерттеп көріңіздер. Достар, сіздерге де ұнайды, өте тамаша екен. Тас